Армысыңдар достар, анықталған интегралды қолдану атты сабағының алдарыңызда көрсетіліп тұрған тақырыпшасын жалғастырамыз. Осы сабақта инерциялық моменттер туралы айтамыз. Анықтама, мұқият оқып түсініп алыңыздар. Физика курсынан масса ілгері қозғалған дененің инерттілігін сипаттайтынын білеміз. Ал ось айналасында қозғалған дененің инерттілігін инерциялық момент сипаттайды. Анықтамаға сәйкес, абсцисс осіне қатысты инерциялық момент келесідей есептеледі. Бұл қосындыны ықшамдап былай жазуға болады. Дәл осылай, ординат осіне қатысты инерциялық моментті анықтауға болады. Анықтама, мұқият оқып, түсініп алыңыздар. Анықтама доға үшін де, фигура үшін де бірдей орынды екендігіне назар аударыңыздар. Инерциялық моменттер келесі формулалармен есептеледі. Оларды статикалық моменттердің формулаларына ұқсас қорытып шығаруға болады. Тек статикалық моментте доғаның ұзындығын немесе фигураның ауданын оське дейінгі қашықтыққа көбейткен болсақ, осы жолы сол қашықтықтың квадратына көбейту қажет. Бұл формулаларды ашып былай жазуға болады. Мысал, бірінші ширекке тиісті шеңбер бөлігінің инерциялық моментін есептеп жатқан соң, x 0-ден n-ге дейінгі мәндерді қабылдайды. Бірінші ширектегі шеңбер теңдеуін былай жазуға болады. Абсцисс осіне қатысты доғаның инерциялық моментін есептейтін формуланы жазайық. Функцияның туындысын анықтайық. Қоршаудағы формулаға сәйкес мынадай анықталған интеграл жазайық. Ықшамдайық. Жаңа айнымалы енгізейік. Жаңа айнымалыға қатысты келесідей анықталған интеграл аламыз. Оны ықшамдап есептейміз. Абсцисс осіне қатысты инерциялық момент табылды. Ординат осіне қатысты доғаның инерциялық моментін есептейтін формуланы жазайық. Оған сәйкес келесідей анықталған интеграл жаза аламыз. Оны ықшамдайық. Жаңа айнымалы енгізейік. Жаңа айнымалыға қатысты келесідей анықталған интеграл аламыз. Оны ықшамдап есептейміз. Нәтижесінде ординат осіне қатысты инерциялық момент табылады. Мысал, ординат осіне қатысты фигураның инерциялық моментін келесі формуламен есептейміз. Координаттық жазықтықта эллипстің суретін салып қояйық. Осындай жүйе құрып, интегралдау шектерін анықтаймыз. Қоршаудағы формулаға сәйкес келесідей анықталған интеграл жазамыз. Сарымен ерекшеленген формула бөлігі эллипс ауданының жартысы. Сондықтан оны 2-ке көбейтіп отырмыз. Осы анықталған интегралды ықшамдап есептейміз. Сөйтіп, эллипс ауданының ординат осіне қатысты инерциялық моменті анықталады. Абсцисс осіне қатысты фигураның инерциялық моменті келесі формуламен есептеледі. Осы жүйеден интегралдау шектерін анықтаймыз. Қоршаудағы формулаға сәйкес келесідей анықталған интеграл жазамыз. Сарымен ерекшеленген формула бөлігі эллипс ауданының жартысы. Сондықтан 2-ке көбейтіп отырмыз. Осы анықталған интегралды ықшамдап есептейік. Осылайша, абсцисс осіне қатысты инерциялық момент табылды. Келесі сабақта анықталған интегралды физиканың басқа да есептерінде қолданылуын көрсетеміз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.